Сәлем көріктім. Бүгін суды қалай дұрыс ішіп, оңай арықтауға болатын жайлы айтатын боламын. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Адам ағзасының 70% судан құралған. Сондықтан ағзамызға су өте қажет. Ал қажеттілікті өтеу үшін су ішсе жеткілікті. Күнделікті қанша су ішетініңіз туралы ойланып көріңізші. Су деп кез келген сұйықтықты айтып отырмыз. Суды ағзаның қызметі бұзылмау үшін ғана емес, артық салмақтан арылу үшін де ішеді. Олай болса, бүгінгі видеомызда судың көмегімен қалай арықтауға болатынын айтайық. Артық салмақтан арылу үшін тамақ алдында 20 минут бұрын 1 стақан су ішу керек. Ал қарнымыз ашып әрі шөлдеп тұрған кезде бірінші су ішсек, артынша тамақ жей алмай қаламыз. Себебі су тойымдылық сезімін сыйлайды. Үнемі су ішіп тұру керек. Мысалы, күні бойы компьютердің алдында отыратын болсаңыз, әр 10-15 минут сайын су ішіп тұрғаныңыз жөн. Осылайша қарныңыз расымен де ашқан-ашпағанын біле аласыз. Судың жылылығы бөлме температурасымен бірдей болғаны жөн. Суық су ішкен соң тамақ ішкіміз келеді. Суық су қарнымызды аштырады. Ішетін суыңыз газдалмаған болуы тиіс. Газдалған сусын құрамындағы тұзы арықтауға кедергі жасайды. Суды тамақпен бірге емес, оған дейін немесе кейін ішкен жөн. Тамаққа дейін 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1-2 сағаттан соң. Барлық диетолог маман күніне 2 литр су ішуге кеңес береді. Алайда, әр адамға судың қажеттілік мөлшері әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, арықтағысы келген жас қыз үшін 1-1,5 литр судың өзі жеткілікті болуы мүмкін. Егер судың көмегімен арықтағыңыз келсе, майлы, ұнды, тәтті тағамдардан бас тартыңыз, себебі олар арықтау процесіне кедергі жасайды. Көріктім, сенімен бірге болған Алуа Омар, менімен бірге өміріңді жеңілдет әрі көркемет. Көптеген пайдалы кеңестер білгіңіз келсе, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.